Бұл өңірде бүгінге дейін үдемелі индустриялық инновациялық даму бағдарламасы бойынша жалпы құны 27 миллиард теңгеге тең 20 жобаның тұсауы кесіліп, 1000 жұмыс орны ашылған. Ал биыл тағы да 12 нысан іске қосылып, онда 1600-ге тарта адам еңбек етпек. Ассалаумағалейкум. Бүгінгі хабарымызда Алматы облысында осы уақытқа дейін ашылған және биыл пайдалануға берілетін жаңа жобалар туралы қаузаймыз. Бүгінгі хабарымызда Арлан шырықты бұзбай, шаруаның шырайын кіргізеді. Көріп отырған техниканың бәрі Евросоюздың сертификатымен бәрі қамтамасыз етілген. Қалауын тапса қаржанар, немесе мол өнімділіктің кілтіне де. В среднем орташа есеппен қызанақтың өнімділігі 1 шаршы метрге 70 келі, ал қияр шаршы метріне 100 келіден келеді. Кетігін тапқан бір кірпіш, немесе өмірде өз орны бар маман. Өмірді қайтадан бастамақ болып, қызмет көрсету орталығына орналастым. Шағын шаруашылыққа шағын трактор. Енді ол 10 гектар бар жерге Қасымша сатып алса, не болмаса, 21-12 тракторын сатып алса, Беларусьта оны не істейді ол? Басым қаршы алған Ақбас таулары мен жерінің ой шұңқыры көп Алматы облысы қарқынды дамып келе жатқан аймақтардың бірі. Жетісуы бар жер жаннаты атанған өлке мазмұнды мәдени өмірімен ғана емес, аграрлы индустриялды орталығымен ерекшеленеді. Өңірде электр энергетикасы, машина жасау, металл өңдеу, құрылыс және тамақ өнеркәсібі жақсы дамыған. Жеңіл өнеркәсіп, ағаш өңдеумен қатар бау-бақша, мал және балық шаруашылығы қалыптасқан. Енді 2014 жылға дейін облыста үдемелі индустриалды инновациялық даму бағдарламасына сай 35 жобаның тұсауы кесілмек. Қытайдың бұйымы әрге сапасыз деген ұғымды білдірмейді. Егер ол нарықта жарты ғасырлық тәжірибесі бар кәсіпорыннан шығарылса, әрі Еуродақтың қатаң талаптарына сай келсе, бұл параметрлер әлемнің 90 елінің егістік алқаптарында жүрген YT Group компаниясының тракторларына тән. Енді дәл осы техника Арлан отандық брендімен Қазақстанда да құрастырылып келеді. Қаратал Агротех жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Жоба ірі торапта ауыл шаруашылығы техникасын құрастыру. Қуаттылығы жылына 600 трактор. Жұмыс орны 10. Инвестиция көлемі 286 миллион теңге. Бұрынғы Үштөбе жөндеу механикалық зауытының негізінде бойына қан жүгірген зауытта Қаратал Агротех серіктестігі 3 жыл бұрын трактор құрастыруды қолға алған. Жаңа өндіріс нарықтық экономика шығынын азайтуға ықпал етіп, кәсіпорынға кең тыныс берді. Жоба жекеменшік серіктестік қағидаты бойынша әрекет венчурлық қордың қаржыландыруымен жүзеге асқан. Индустриалдыру үшін жасалған бұл инструменттер деп саналады. Негізі бұлар ақшаны қаржыландырады. Одан кейін 3 жылға дейін сол проектіні өздері көмектесіп, қаржыландырып жүргізіп отырады да, 3 жылдан кейін проекттен шығып, жаңағы жекеменшік болсын, басқа жаңағы өндіріс орны болсын, соған көмек құрып, өздері кейін жаңағы өздерінің несін долясын сатып, неден проекттен шығып кетеді. Қаратал Агротех серіктестігі еліміздің егістік алқаптарында жамап жасқаудың күшімен жүрген техникаларды түрлі қуаттағы жаңа трактормен алмастыруға нық бекінген. 24, 25, 40, 80 және 180 аттың күшін бойына жиған 5 түрлі трактор тілге тиек етер дәлел. Тіпті бүгінге дейін Үштөбелік конвейерден шыққан ұзын ырғасы 140 трактор шаруаның қанатына айналып та үлгерді. 40 аттың күші бар, 50 аттың күші бар тракторлар біздің жаңағы нарықта аздау болып тұр. Негізі біздің сол тракторлар, жаңағы 40 аттың күші бар тракторлар жақсы өтіп жатыр. Түз тағысымен аттас шағын көлемді жүрдек трактор жемтікті да жейді. Яғни жанармайға аса үнемді. Шаруаның шырайын кіргізетін отандық бренд бұл техникаға сұраныстың жоғарылауы сол себептен. Үштөбелік кәсіпорын шығаратын Арлан атты ауыл шаруашылығы техникалардың арасында мына трактор бөлтірік тәрізді көрінеді. Дей тұрғанмен шағын ғана әрі шымыр бөрі күшінің кеудесінде 25 аттың күші бар. Бүгінде Қазақстан нарығын жаулаған беларустық МТЗ-80 және МТЗ-82 тракторына барабар техника мұнда да шығарылады. Тіпті зауыт ұжымының тұжырымы бойынша Арланның азу түспетті бір сыпыра артықшылығы да бар. 804-тік Арланның тартым күші МТЗ-82-ге қарағанда анағұрлым көп. Біздің трактор
төрт тісті соқаны оңай тартады. Қазір көбі дискілі соқаға көшуде. 2 метрлік дискілі соқамен тіпті тың жердің өзін қиналмастан жырталады. Көктемірде Қазақстандық үлес небәрі 4-5% ғана болғанымен, Арлан тракторы талғамнан шығып ақ тұр. Қытайлық өндірістің тораптарында тұтастай құйылған белтемір жыртқыш тракторды едәуір төзімдете түсті. Енді бұлай Қытай деп айтқаны болмаса, негізі бұларда технологиясының бәрі өте қазір жоғары деңгейде болып тұр. Европадан бірде-бір қалыспайды. Мен өзім айтып кеттім ғой, Қытайға барып көріп келдім деп. Сол енді бірде-бір қалыспайды. Жаңағы несі сапа жағынан да, технология жағынан да, оның үстіне мына біздің өздеріңіз көріп отырған техниканың бәрі Евросоюздың сертификатымен бәрі қамтамасыз етілген. Құрастыру цехының жұмысы орыннан қозғалған беттақ 4 дөңгелегі бірден істейтін қуатты көкжал тракторға қажетті қосалқы бөлшектерді сатумен айналысады. Себебі техникаға тапсырыс беруші шаруаның басым көпшілігі оның асай мүсейінде бірге алғанды қолай көреді екен. Мысалы, бүгінде 4 тісті айналмалы құрал сұранысқа ие. Енді тракторға жерді жырту үшін шыргөбелек айнала берудің қажеті жоқ. Ол баяу жүріспен алқаптың екінші шетіне шығады. Соқаны аударады да жер қыртысын қопарып тастайды. Яғни жер жыртуды жалғастырады. Бұл жанармайға да, жерді сапалы айдауға да ыңғайлы. Соқа басты емес, тырма, тегістеуіш, тыңайтқыш шашу секілді туысқан құралдары да біте қайнасып жатыр. Маусымдық жұмысқа байланысты ондай аспалы және тіркеме жабдықты трактор орнатуда зауыттың мойнында. Біз оны өзіміздің жағдайымызға бейімдеп, рамасын бекітеміз. Табысы тасқындап кетпесе де, Жетісу өңірінде бұрын соңында болмаған жоба бүгінде азды-көпті жемісін беруде. Мысалы, Ресей елі 80 аттың күші бар 10 тракторға тапсырыс беріпті. Енді болашақта серіктестік, одан әрі экспорттық көкжиегін кеңейтіп, темір кеудесіне 90-95 және 120 аттың күшін сыйғызған тракторларды шығаруды мақсат тұтып отыр. Биыл елімізде жалпы аумағы 16 гектардан астам 6 өндірістік жылыжай кешені бой көтермек. Оның ең ірісі Алматы облысына қарасты Қапшағай қаласының іргесінде орналасқан мына жылыжай. Енді жазда бұйыртса, осы кешеннен алғашқы өнім алынады деп жоспарланып отыр. Себебі ала жаздай аяқ астында қалатын көкөністің күн суыта құны шарықтап кететіні бар. Бұл орайда жұртты жыл 12 ай жеміспен жарылқаудың ең тиімді жолы жылыжайды көбейту екені бесенеден белгілі. Осы олқылықтың орнын толтырар жоғары технология алынсан, өңірлік индустрияландыру картасына енген. Грейленд Алатау жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Жоба өндірістік жылыжай салу. Қуаттылығы жылына 4000 тонна балғын көкөніс. Жұмыс орны 200. Инвестиция көлемі 2 миллиард 411 миллион теңге. Алматы облысының азық-түлік белдеуіне белді үлес қосар өндірістік жылыжайдың аумағы 5 гектар. Құрылысы бүгін ертең біткелі тұрған көкөністің жыл бойғы жайлы тұрағы әлемде тиімділігі әлдеқашан мойындалған голландық технологияға негізделген. Бұл гидропоника. Бұл ылғалды, жарықты сақтау және тамшылатып суару сынды көптеген тиімді жүйелер. Бүгінде жылыжай 95%-ға дайын. Енді топырақты тегістеу, іргені жылытар қондырғыны қою сынды майда шүйде жұмыстар ғана қалды. Құрылыс барысында әйнекті жылыжайдың қашанда қар жастанар төбесінің берік болуына баса назар аударылған. Шатыры күнге шағылысқан арнайы шынының 1 шаршы метрі 150 келі салмақты көтеруге қауқарлы. Биыл қыста қар көп болды. Бірақ мәселе қарда емес, мұзда. Мысалы, бүгін күн жылы болса, қар ериді. Сосын түнде ол мұзға айналып, шыныны сындыруы мүмкін. Шыны шатырдың астына жүргізілген арнайы құбырдың температурасы үнемі 12 градус жылы болатындықтан қақаған қыста да қар тұрмайды. Ал еріген су қайта тазартудан өткесін көкөністі суаруға қолданылады. Әуелі лай су бір ыдысқа жиналады да құмды сүзгіден өтіп, арнайы қондырғы арқылы тазартылады. Сосын ол таза суды қайтадан сол ыдысқа жинаймыз да өсімдікті суарамыз. Жылыжай ішіндегі температураны дереу суытып немесе жылытып, әркез реттеп отыратын өсімдіктің өсіп-өнуіне өте ыңғайлы автоматтық қондырғылар бар. Ал көкөністер үйі табиғи және сұйытылған газ жағу арқылы жылытылады.
Жылыжайды жылытуға арналған мына қазандықтың артында сұйытылған газы жағу барысында бөлінетін көмір қышқыл газ жинайтын арнайы қондырғы орнатылған. Осылайша бұл кешен ауаға таралатын зиянды қалдықтарды азайтып қана қоймай, оны кәдеге де асырып отыр. Өсімдіктің толық пісіп жетілуі үшін қажетті ондағы көмір қышқыл газы құбыр арқылы жылыжайға жіберіледі. Озық технологияға негізделген қапшағайлық жаңа жылыжайдың бұрынғы өндіріске қарағанда түсімділігі әлдеқайда жоғары болмақ. Бұрынғы жылыжайларда әр шаршы метрден әрі кетсе 50 келі қызанақ алса, енді бұл көрсеткіш 70 келіге жетпек. Ал қияр бұрындары 1 шаршы метр жерден 12-16 келі өнім берсе, енді шамамен 100 келі алынбақ. Бұл тура Лада мен Мерседесті салыстырғандай. Сіз тіпті целлофан астында қызанақ өсіретін жылыжай салуыңызға болады. Бірақ сіздің технологияңыз неғұрлым тың болған сайын, өнімді соғұрлым көп аласыз. Мамандардың пәтуәлі пікіріне сенсек, жылыжайдан жыл сайын 1000 тонна қызанақ, 2000 тонна қияр мен шөп-шалаң жиналып нарыққа шығарылмақ. Ал кешеннің қарымы оңтүстік Астана халқының 10%-ын көкөніс өнімімен қамтуға қаптал жетеді. Біз қызанақтың 2, қиярдың 3 және салатқа қосылатын көптеген өсімдіктің сұрыбын өсіреміз деп жоспарлап отырмыз. Бұл аскөк, ақжелек сынды елге етене таныс шөп-шалаңнан экзотикалық түріне дейінгілер. Қаржыгерлердің есеп қисабынша Алматы өңірінде жылыжай салу көл-көсір табыс көзі. Табиғи климаттық жағдайды айтпағанның өзінде логистикалық қызметке де оңтайлы. Сол себепті мұндай жоба қыруар қаржыны қажет етсе де, жобалаушылар жылыжай салуға бейілде қайыл. Осы жылыжай пайдалануға берілгеннен кейін біз дереу арада, яғни 2013-2014 жылдарда тағы 5 гектарға дейін кеңеймекпіз. Сөйтіп кешеннің аумағы 100 000 шаршы метр болады. Осылайша Green Land Алатау жылыжай кешенінің көлемі 20 гектарға дейін ұлғайтылмақ. Бұл әрине үдемелі индустриялық инновациялық даму бағдарламасы аясында Қазагро қаржы ұлттық компаниясының қолдауымен орындалар іріс. Ал жалпы лизингке техника беретін осы кәсіпорын келешекте 13,7 миллиард теңге қаржы бөліп, жылыжай аумағын 60 гектарға дейін жеткізбек. Президенттің жолдауына сай, экономиканың тың салаларын сәтті игеріп, ел дамуына үлес қосып жүрген жандардың бірі Қайрат Ережепов. Оның стратегиялық маңызға ие Hyundai Автотранс зауыты өндірісін басқару тізгінін қолына алғанына 1,5 жыл болды. 2011 жылдың алғашқы жобасы ретінде іске қосылған су жаңа кәсіпорын қазір оңтүстік кореялық 5 түрлі жүк көліктерін құрастырады. Біріншісі H1, H100 Porter сынды жүк көтерімділігі шағын ғана үлгілер. Екінші көлік HD45, үшіншісі HD65, сосын HD72. Енді бірер күннен кейін HD170 үлгілі жүк көлігін шығарамыз. Бағдарламашы мамандығын бітірген Қайрат, әу баста өмірде кетігін таппаған кірпіштей сенделіп біраз жүрді. Жұмыс таңдап емес, соның реті бола қоймады. Сабақ дене сәтімен демекші, ақыры 9 жыл бұрын бала кезінен жанына жақын болған автокөлік әлеміне қойды да кетті. Өмірді қайтадан бастамақ болып, қызмет көрсету орталығына орналастым. Жұмысқа қабылдау үшін 3 күн қақпа маңын жағалап жүрдім. Сосын мені жұмысқа алды. Сөйтіп, жыл сайын жетістіктерге қол жеткізе бастадым. Тіпті тындырымды тірлігінің арқасында автосервистің техникалық директоры орынтағына отырды. Ізденімпаз Қайрат сол жерде табаны күректей 8 жыл еңбек етті. Күндердің күнінде өзімізде ірі торапты жүк көлігін құрастыру өндірісінің қолға алынғанын естіп, бағын сынамаққа бел буған. Сөйтіп, оның компьютерлік білімі жаңа цехты жобалауда әжетке жарады. Конвейерлік желімен өндірісті бірізге салу, жалпы өндіріс мен үшін жаңаша дүние еді. Бұл жерде жауапкершілік мол. Өндірістің жаңалығы көлік жөндеу емес, құрастыру. Мақтан тұтар дүние бар. Өзімізден көлік шығарыла бастауы өндірістің дами бастауы деп білем. 6 құрастыру сатыдан тұратын кәсіпорын жылына 1000 жүк көлігін шығаруға қауқарлы. Ал Қайраттың қол астындағы ауысым тәулігіне 5 жүк көлігін құрастырылады. Бірақ сан емес, сапа басты назарда. Это пост номер 2.
Бұл екінші бекет. Осы жерде аспалы жабдық орнатылады. Қозғалтқыш білігімен кардан жалғанған. Енді аспалы жабдығын бекітеміз. Механизмнен алда-жалда жік шықса, өндіріс басшысы қарап тұрмай, білек сыбана кірісуге әзір. Жас мамандарға жөн сілтейді, бағыт береді. Енді жақын күндері қайрат бастаған бір топ маман автонарыққа келешегі зор жаңа көлік түрін, яғни автобус құрастырмақ. На сегодняшний день. Бұл жерде біз машинаны бояймыз. Автобустың іші сыртын, орындығын, яғни осы жердегі жұмыстың барлығы қолмен жасалады. Сонымен бірге көліктің шанағы мен белтемірі осында құрастырылады. Сиденье, поручни. Әзірге Hyundai Автотранс зауытының өнімдерінде қазақстандық үлес небәрі 5%. Алайда алдағы 5 жылда борттық қорап, рефрижератор, фургон, изотермиялық дүңгіршектер сияқты отандық аспалы қондырғылар есебінен үлестік 30%-ға жеткізу жоспарланып отыр. Қайраттың ойынша, сапасы оңтүстік кореялық нұсқадан бір мысқалда кем емес, отандық техникаға деген сұраныс өсе бермек. Себебі Hyundai компаниясымен бірлесіп ашылған Қазақстанда көлік құрастыратын тұңғыш зауыт өнімдерінің алғашқы легі Беларусияға жөнелтіліп, өз бағасын алып та үлгерді. Қазіргі таңда машина трактор паркін жаңарту Қазақстандағы өзекті мәселенің бірі. Трактордың 80%-дан астамының нормативті пайдалану мерзімі әлдеқашан өтіп кеткендіктен, оларды дереу ауыстыру қажет. Сол себепті бүгінгі бағдарламаның қорытынды сөзін осы мәселеге арнаймыз. Республикамыздың агроөнеркәсіптік кешенінің субъектілерінде 150 мыңнан астам трактор бар. Оның небәрі 7% ғана жаңалау. Оның өзі егістік алқаптарда жүргеніне 10 жылға таяған. Ал отандық ауыл шаруашылығы машиналарын құрастырушылар осы жалпы сұранысты толықтай өтей алмайды. Әзірге бар болғаны 1%-ын ғана жауып отыр. Сондықтан ішкі қажеттілік импорт есебінен жабылып келеді. Демек, аз да болса саз боларлық, үштебелік осындай кәсіпорындарды көбейту қажет. Қазақстан нарығында теңдесі жоқ шағын көлемді тракторлар үштебеден басқа жер шығарылмайды. Бірақ бәсекенің жоқтығына қарамастан, бағасы тұрақты тракторға шағын және орта қожалықтардың қол жетімді. Бұл техника әсіресе еліміздің оңтүстік өңірлеріне аса қажет. Себебі күнге мен теріскей диқандарының дәстүрлі шаруашылығында бірсыпыра ерекшелік бар. Мысалы, өнімділігі төмен солтүстік өңірлерде дақылды мыңдаған гектарға екпесең еңбегің еш. Оның үстіне ол аймақта бау-бақша шаруашылығы дамымаған. Ал Жетісуда егістік жері шамамен 5 гектардан 500 гектарға дейінгі ұлтарақтай шағын шаруашылық өте көп. Енді ол 10 гектар бар жерге Касимсот сатып алса, не болмаса, 21-12 тракторын сатып алса, Беларусьта, онымен не істейді ол? Анау 22 миллион тұрады, бұның алып жатқан үш қажында оны төлемейді. Солай емес пе? Бұларға мини трактор керек, мини техника керек. Бүгінде осындай шағын көлемді тракторларды құрастыруда үштебелік өндіріс әлі де өз әлеуетін сарқап пайдаланып отырған жоқ. Зауыт жобаға жоспарланған 268 миллион теңге 100% игерілсе ғана Арлан отандық тракторын лизингтік бағдарламамен алуға мүмкіндік туады. Яғни ол бағдарламаға ену үшін Қаратал агротех серіктестігіне бұзылған техниканы тез жөндей қоятын сервистік орындарды әр өңірлерде ашу қажет. Әзірге ондай орындар болмағандықтан кәсіпорын балама жол іздеп, шаруаларға барынша тиімді жағдай жасауға көшкен. Қазір бір өзіміздің ішімізден, компаниямыз ішімізден біраз акция деген ұйымдастырып, сондай ойластырып жатырмыз. Жарты ақшасын беріп, одан кейін 1-2 айға жаңағы созып беріп, сондай шаралар өзімізден ұйымдастырып жатырмыз. Жер тырмалап жеміс жеген диқандарды техникамен толық қамтуға мемлекетте мүдделі. Бүгінде Қазақстанның агроөнеркәсіптік кешенінде егіншілік және мал шаруашылығы өнімдерін өңдеу мен сақтауға 1200 түрлі ауыл шаруашылығы машиналар қажет. Ал оның әрқайсысына қажеттілік мыңдап саналады. Демек, стратегиялық маңызы бар салаға серпін беретін мұндай жобалар бастапқыда ғана емес, үнемі қолдауды қажет етеді. Индустриалды кез келген жоба атқарылды деген жай ғана белгі үшін емес, шын мәнінде халықтың әл-ауқатын арттыруы тиіс. Себебі жаңа экономика ескі сүрлеуге көнбейді. Барлық салалар мен сегменттерде қаныққан жаңа экономика қашанда индустрияландыру күнделігінің бейнебақылау қарашығында. Есен саулықта жүздескенше.